Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең дәмді әрі жұп-жұмсақ болып дайындалатын синнабон тәттісін дайындайтын боламыз. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Шұңғыл таза ыдысқа жылы сүтімізді құямыз, кейін үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып, еріген сары майымызды құямыз. Барлығын араластырып, үстіне жұмыртқамызды салып, кейін үстіне аштығымызды саламыз, яғни дрожжи. Барлығы бірігіп жақсы болып араласқан соң, ұнымызды електен өткізе отырып, жұмсақ қамыр илеп қоямыз. Иленген жұмсақ қамырымыздың бетін жауып, 1-2 сағатқа қамыр көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Ендігі кезекте бетіне жағатын помадка дайындап аламыз, яғни кремін, менде творожный сыр, май және де қант ұнтағы. Егер де сізде творожный сыр болмаса, сметана мен қант ұнтағын араластырып та жақсаңыз болады. Енді салмасын дайындап қоямын. Мұнда қант пен корица екеуін жақсылап араластырып қоямын. Кейін қамырды жайған кезінде ішіне салатын боламыз, және де сары майды ертіп дайындап қоямын. Көтерілген қамырымызды, ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың үстіне ертілген сары майымызды жағып, жаңағы қант пен корицамызды жақсылап видеода көрсетілгендей сеуіп, синнабондарымызды осылай жіптің көмегімен кесетін боламыз. Пышақтың көмегімен де кессек болады, бірақ формасын жоғалтады, яғни домалақ болып шықпайды. Жіппен кескенде осылай біркелкі домалақ болып жақсы болып кесіледі. Кейін пергамент қағаздың үстіне қатты жақын қылдырмай қойып, қызып тұрған 180 градустағы пешке 20-25 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Піскен синнабондарымыздың үстіне кремін жағамыз, жаңағы творожный сыр мен қант ұнтағын, немесе сметана қолдансаңыз да болады, яғни қаймақ. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей жақсылап жағып шығамыз. Ыстық синнабонның үстіне жағылған кремдеріңіз одан сайын еріп, синнабонның дәмі өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.